Орал қаласында Қосшығұлов шоколад фабрикасы атты көркем фильмнің түсірілімі жүріп жатыр. Картина Көпес Қосшығұловтың кондитерлік фабрикасының тарихына негізделген. Түсірілім алаңы ретінде Ақжайық өңірінің таңдалуы тегін емес. Көне келбетін сақтаған Орал шаһарының тарихи сәулеті. 19 ғасырдың соңындағы дәуірдің тынысын дәл жеткізетін ғимараттар мен Бөкей Ордасы ауданындағы шежіреге толы мол мұра киногерлердің ерекше қызығушылығын тудырған. Толығырақ жұманың жарқын сюжеті айдарында. Түсірілім орын таңдау үшін режиссерлерге біраз қаланы аралап, тіпті көрші елдердегі тарихи ғимараттарды көруге тура келген. Алайда ең соңында негізгі оқиға желісін түсіруге ең қолайлы орын ретінде Орал қаласы таңдалыпты. Қазір түсірілім алаңында шығармашылық жұмыс қызу жүріп жатыр. Мамандар өткен ғасыр атмосферасын көрерменге жеткізу үшін декорацияларды, сол заманның өндірістік қондырғылары мен кондитерлік цехтарының ішкі көрінісін қолдан жасауда. Алыстығына қарамастан осы Орал қаласын таңдағанбыз, және ол таңдауымызда қателеспегенімізге күннен күнге көз жетіп келе жатыр. Біз мұнда келгенімізге шамамен 30 күннен асты. Біз фильмнің жарты бөлігін Бөкей Ордасында түсірдік. Қалған жартысы осы Орал қаласында деп мақсат болған осындай. Біз қазір осы түсірілім алаңында тұрмыз. Бұл жерде шоколад фабрикасының ішін түсіреміз. Бұл жерде біз өзіміздің қоюшы суретшілер жасаған станоктар, осындай құрылғылар бар, солармен массалық қойылымның актерларының қатысуымен фильм жасаймыз. Фильмнің басты кейіпкері Көпес Қосшығұлов. Өмір жолы өнегеге толы тұлға. Ерте жетім қалған ол татар көпесінің тәрбиесін алып, білімді еңбекқор азамат болып ержетеді. Ел сенімін ақтап, іскерлігімен танылып, әкесінің кәсібін жаңа деңгейге көтереді. 20 ғасырдың басында болған көпестер жайында. Және осы қазіргі заманда бізде қазір кәсіпкерлікке беттіп жатқан жастар бар, мотивация деп жүрген, жаңа инфобизнес деп жүрген. Бұл соның әуелгі басасы көпестерде болған. Ол кезде патшалық Ресейдің кезінде бізде Ақмолада татар көпестері болды, орыс көпестері болды, қазақ көпестері болды. Осылардың өмірін суреттеу арқылы біздің тарихымыздағы көп айтыла қоймаған мәселелерді көтеріміз келген. Оның ішіндегі өндірістік технократтық қазақтардың өмір баяны, сол кездегі қоғамның өмір баяны көрсеткіміз келген. Енді бұл Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі қолдауымен және ұлттық киноны қолдау орталығының қолдауымен түсіріліп жатыр. Қосшығұлов қазіргі Астана аумағында аты аңызға айналған кондитерлік фабриканың негізін қалаған. Мұнда тәттілер мен шоколадтан бөлек үлбір зефир мен Ақмоланың әйгілі ұнынан дайындалған хош иісті тәтті нандар өндірілген. Өнімнің жоғары сапасы мен кондитерлердің шеберлігі мен фабрика тек қазақ даласында ғана емес, шетелге де кеңінен танылған. Кәсіпкер 1895 жылы күрделі технологиялық өндірісті іске қосып, адал еңбек пен білімнің батыл бастаманың арқасында өз дәуірінде озық жобаларды дүниеге әкеле алатынын дәлелдеген. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында қазақ даласында өмір сүрген іскер зиялы азамат туралы тарихи хикая осылайша көркем фильмге айналуда. Бізге Мейірім ағамыз, екінші режиссер, сол кісі айтты, осы Орал қаласында хан ордасы бар, музей. Одан кейін Орал қаласының өзінде ескі сол уақыттағы көпестердің үйлері қалған, сақталып қалған осы күнге дейін, сол кездегідей деп. Сосын біз енді әрине дайындық кезегінде Шымкент қаласында бір 4-5 ғимарат болды. Соны барып көрдік, Өзбекстанға барып қайттық. Одан кейін ақырында барлығын таппағаннан кейін осы Орал қаласына келуді шештік. Орал қаласына келіп, біз кешкісін осында ұшып келдік. Одан кейін жаңа художник Ермек деген Мейірім аға үшеуміз 4 сағаттың ішінде ме, 4 сағаттың ішінде бүкіл қаланы жаяу аралап, өзімізге уже бекітіп қойдық. Қосшығұлов шоколад фабрикасының тарихы елдің дамуына үлес қосқан жандар тағдырынан сыр шертеді. Алайда бұл әулет қазан төңкерісі дауылына төтеп бере алмаған. Алмағайып заман бірнеше буынның маңдай терімен құрылған кәсіпті ғана емес, тұтас әулеттің тағдырын күйретті. Мүліктің тәркіленуі, жиған дәулеттен айырылу, саяси өзгерістер жылдар бойғы еңбекті жоқ қылады. Енді Құрман деген жігіт Петербургда оққан, жастайынан әкесімен бірге жүріп, әкесінің қасынан көрген білген, содан кейін армен қарай сол Петербургға барып оқуын жалғастырған жігіт. Содан келіп, осы жақта, сол жақтан үйренгендерін өзімен жаңағы жастарға үйреткісі келеді. Рөл жағынан келетін болсақ, әрине оңай нәрсе жоқ қой. Әр нәрсенің өзінің қиындығы болады, қызығы болады. Бұл енді 19 ғасырдың аяғы, 20 ғасырдың басы ғой. Содан келіп, істі әрмен қарай қолға алады. Дегенмен енді ең алғаш қалаға автомобиль алып келген, оны сатқан, жалпы ол жерде жолда болмаған ғой кезінде.
Фильмнің басты мақсаты тарихтың ұмыт қалған парақтарын қайта жаңғырту. Қосшығұлов шоколад фабрикасы туындысы қазақ жеріндегі кәсіпкерлік дәстүрі мен мәдени мұраларды айшықтайтын құнды шежіре. Эльмира Рахмешева, Рүстем Исжанов, Кенжебек Салқов, Ақжайық ақпарат.